Шындық айтылмаса да сезіледі. Шах мырза жобадан кеткеніне 2 ай өтсе де, көпшіліктің көкейінде бір сұрақ, бір реніш қалып қойды. Неге 8 жыл еңбек еткен адаммен дұрыс қоштаспады? Неге жай ғана бір видеомен шығарып салды? Деген сұрақтар халық арасында әлі де айтылып жүр. Шын мәнінде ішінде үлкен дау, конфликт болғанын бәрі сезіп отыр. Бірақ оны ешкім ашық айтпады. Ал кеше Шах мырзаның жары парақшасында мынадай пост жазды: өзгеріссіз келтіреміз. Медиа кеңістікте мәдениеттілік жайлы көп көрерменнің пікірін көзіміз шалып қалады. Бірақ тағы да бір рет мәдениетті адам қандай деген сұраққа жауап беріп көрейікші. Менің ойымша, мәдениетті адам сезімінің сұлулығымен емес, ешкім көрмейтін жерде жасаған әрекеттерінің сұлулығынан белгілі. Ол әлсіз адамды кемсітпейді. Біреудің кемшілігін бетіне баса тұра, артық көрінуге тырыспайды. Әңгіме барысында тек сөйлеуге кезек күтпей, әңгімелескен адамның ойын бөлмей, оның не айтып тұрғанына зейін салады. Ол ешкімді ренжітпей, әдемі қоштасуды біледі. Шындық айтса да мейлінше біреудің көңіліне тимей айтуға тырысады. Мәдениеттілік деген ортада өзіңді ұстау шарттарына бағыну ғана емес, ол жан сұлулығыңды қалыптастыру, жетілдіру, сақтау. Ол кез көрген жерде ғана ұтымды көріну үшін жатымды болу емес, қанша жерден қиын болса да, тиімсіз болса да, адам болуды күнделікті таңдау. Ал сіз бұған не қосар едіңіз? Кімді меңзеп отырғаны айтылмаса да, бәріне түсінікті сияқты. Көрермен үндемей қалмады, пікірін ашық білдірді. Кім-кімге қиянат жасаса да, әділетсіздік болса да, жай ғана уақытқа салу керек. Уақыты келгенде бәрі орнына келеді. Өмір бумеранг. Біз, көрермен, кімнің кім екенін жақсы білеміз. Шах мырзаның 8 жылдық еңбегін, тәрбиелі сөздерін, ақылдарын ешкім жоққа шығара алмайды. Тек Алланың алдында адал болсақ, сол жеткілікті. Камила сонша не білдірді? Ол да қарапайым адам ғой. Бірақ неге халықты соған қарсы арандатып отырсыздар? Ашық айтпайсыздар, бәрін астармен жеткізесіздер. Сол үшін де халық Камилаға картастар, қарғыс жазып жатыр. Сіздер 100 дұрыс айтасыздар. Бірақ бізде үнсіз қала алмаймыз. Әділетсіздік көргенде ішкі сезімді ұстап тұру қиын. Кейде ауыр сөздер шығып кетеді. Бірақ ол сіздерге емес, сатқындық жасады деп күдіктенген адамдарға арналған. Камила жерден шығып төрге шыққандай болып отыр. Көшеден келіп, қазір өзінше болып алған. Ол кім? Шах кім? Шах мырза кәсіби журналист, ең алдымен тамаша адам. Ал ол ішкі жан дүниесімен де қара екенін көрсетті. Шах керіммен қымбат, сіздерді толықтай түсінеміз. Осы жылдар бойы эфирде жүрген еңбектеріңіз, жиналған абыройларыңыз, көрерменнің сенімі бәрі оңай келген жоқ. Сіздер бұл жобадан әділетті кетпедіңіздер. Қиын, обидно. Бірақ мүмкін, бұл сіздер үшін жаңа белестің бастауы шығар. Мүмкін өздеріңіздің жеке жобаңызды бастап, жаңа деңгейге шығатын уақыт келген болар. Иә, халық бәрін көреді. Тіпті айтылмаған сөзден де мағына табады. Мәдениетті адам ешкімді ренжітпей қоштасуды біледі дейді. Бірақ кейде қоштасу үнсіз, суық, тіпті әділетсіз болып кетеді. Алайда өмір бәрін өз орнына қояды. Кім шын жүректен еңбек етті, кім риясыз берілді, соны уақыт көрсетеді. Бүгін үндемегендер ертең шындықты айтып береді. Тек Алланың алдында ақ болсақ, сол жеткілікті.